Сәлем достар, сіздермен бірге мен, Мадина. Жөтелді тез кетіргіңіз келеді ме? Суықтап, тұмауратып ауырған кезде қолданатын халық емі. Солардың бір қатары мынандай. Бірінші, бал қосылған ыстық су. Ыдыстағы 150 грамм балға 3 ас қасық 150 грамм құмшекер, 1 литр су қосып, 20 минут орташа жанған отта қайнатады. Көбігін алып тұру қажет. Сосын оған 8-10 дана қалампыр, 1 шай қасық уатылған даршын, 1-2 лавр жапырағын қосып, бір ретте жарты литрден ыстықтай ішу керек. Екіншісі, орташа 15-18 пияз қабығын үстінен 1 литр мұздай су құйып, қайнатып алу керек. Баяу отта ұстай отырып, судың жартысы жоғалғанша ұстайды. Сосын толық суытып, сүзіп алады. Бал қосып, күніне 4-5 мәрте 2 ас қасықтан ішіп тұру керек. Жөтелге, созылмалы бронхитке шипалы. Үшінші, бронхит бастала салысымен емдеуге кірісу керек. Мұндайда жолжелкен, подорожник пайдалы. Қақарық түсіреді. Оның 20 граммын 200 мл қайнаған суға салып, 2 сағат тұндырады. Осыны күніне 3-4 мәрте 1 ас қасықтан ішіп тұру керек. Төртінші, жөтел, мұрын бітелуі, тамақ ауруының басталған кезде 5 тамшы йод қосылған жарты стакан қайнаған жылы су ішкен дұрыс. Сосын 1 түйір сарымсақты асықпай шайнаса көмектеседі. Бесінші, шикі картоп та пайдалы. 3-4 данасын 4-тен бөліп, үстінен 10 түйір қара бұрыш укроп дәнін, 5 лавр жапырағын су құйып кастрөлде қайнату керек. Тұз қоспайды. Суын ішіп, картопты жесе, суықты алады. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.